Қайырлы күн көрермендерім, қазіргі мастер-класстарда хит болып жатқан осы творожный печенье рецебін сіздермен бөлісетін боламын. Ішіндегі начинкасы мен дәмі керемет болып үйлескен бұл бабочка печеньесін заказға пісіріп табыстапсаңыздар да болады. Каналымда бұдан да басқа бірден шығатын оңай рецептер бар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Алдымен електен өткізілген ұнымыздың үстіне 1 шай қасық қобдытқышты салып араластырамыз. Оның үстінде бөлме температурасында тұрған жұмсақ сары майымызды саламыз және бөлме температурасында тұрған 2 жұмыртқамызды және қаймағымызды салып, осылай қолымызбен жақсылап араластырамыз. Араластырғаннан кейін қолымызбен жұмсақ етіп қамырелейміз. Табағымыздың жан-жағында қалып қойған қамырлардың барлығын осылай қолымызбен сүріп, қамырымызға қосамыз. Қамырымыз осындай өте нәзік, жұмсақ, қолға жабыспайтындай болу керек. Бетін жауып 15 минутқа тындырып қоямыз. Салмасын дайындаймыз. Ірімшігіміздің үстіне қант, жұмыртқа, ванильді сахар және кукуруз крахмалын қосып, осындай блендердің көмегімен барлығын бір масса болғанша араластырамыз. Блендер болмаса миксер немесе вилкамен де араластыруға болады. Творожный начинкамыз дайын болды. Осындай міне қоймалжың болып шығады. Енді тындырылған ұнымызды алып, екіге бөлеміз. Қамырымыздың қалыңдығы міне осы видеодағыдай болу керек. Жайып алғаннан кейін стаканның көмегімен барлығын осылай дөңгелетіп кесіп шығамыз. Енді дайын болған творожный начинкамыз осылай бір қасықтан салып және бір-бірімен осылай айқастыра отырып жапсырып шығамыз. Яғни бабочканың формасына келтіреміз. Біздің қамырымыз өте нәзік болғандықтан, пісу барысында ашылып кетуі мүмкін. Сол себепті қамырын жақсылап тұрып жапсырамыз және арасындағы начинкасында қатты толтырмай саламыз. Печеньелеріміз жұмсақ болғандықтан асты жабысып қалмас үшін көбірек ұн саламыз. Печеньелерімізді түйіп болғаннан кейін противенге орналастырамыз. Алдын ала қызып тұрған пеште 170-180 градуста қызарғанша пісіріп аламыз. Яғни өздеріңіздің пешіңіздің қызу градусына қарай қойсаңыздар болады. Печеньенің толық рецептін астындағы описание бөлімінен көре аласыздар. Достар, менің каналымда өте тез бірден жасалатын түрлі выпечкалар, салаттар және торттардың, ыстық тағамдардың рецептері бар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Алдағы жаңа видеоларды жіберіп алмас үшін қоңыраужанның үстіне басып қоюды ұмытпаңыздар. Бұл печенье жұмсақтығын ұзақ уақыт сақтап тұратын өте керемет дәмді шығатын печенье. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бірден ұнайтынына сенімдімін және тапсырыс алып, осы арқылы табыс тапсаңыздар да болады.